Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, оңай дайындалатын, әрі ағзаға пайдалы, дәрумендерге мол маш сорпасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен машты жақсылап 2-3 рет тазалап жуып алуымыз қажет. Одан кейін оны 1-2 сағатқа суға салып қоямыз. Сонда тез пісетін болады. Етімізді торап аламыз. Мен осылай майда етіп торадым, сонда тезірек пісетін болады. Етті жақсылап жуып алғаннан кейін қазанымызға май құйып, оны жақсылап қызарғанша қуырамын. Пияз бен сәбізді торап алып, оны кезегімен қуырып аламыз. Қазанымызға 1 ас қасық томат пастасын салып, оны қуырып аламыз да, үстіне 2 литр су құямыз. Сөйтіп баяу отта 30 минут қайнатамыз. Сорпамызға жарты ас қасық тұз, 2-3 дана лавр жапырағын, жаңағы суда тұрған машымызды және де майда етіп торалған картобымызды салып, 25-30 минут аралығында дайын болғанға дейін пісіреміз. Асымыз дайын болды, аз болсын. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына комментарий қалдырсаңыз, мен қуанышты болар едім.